саламатсыңдар балалар. Бүгінгі сабаққа қош келдіңдер. Бірінші сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Бірінші топ компас, екінші топ кітап. Ал Канеки кел. Міне балалар, екі топқа бөлініп алдық. Енді сабағымызды бастайық. Ұлттық бірыңғай тестілеу жүйесі елімізде жылдан жылға өзгеріп отыр. Яғни ең алғашында 125 балл кезін білесіңдер. Қазір балалар өте қиын, себебі 140 балл болғанында білесіңдер. Яғни тестке дайындық барысында қолданылатын әдіс-тәсілдер мен тапсырмалардың шегі жоқ. Әр мұғалім қиялына байланысты әр түрлі тәсілдерді, көрнекіліктерді қолдануына болады. Бір тақырыпта бірнеше тапсырмалар беру арқылы қайталап, оқушылар тесттің жауабын жаңылмай таба алатындай есінде қалдыруға болатынын өз тәжірибемде өткізіп жүрмін. Мұндай тапсырмаларды ұйымдастыру үшін мұғалім өзі тест тапсырмаларын жаққа білу және білгенін оқушыларға бере білуі керек. Менің осы күнделікті жүргізіп отырған жұмысымның нәтижесінде дайындығымның нәтижесін тексеру мақсатында осы 11-ші сыныптарда жарыс сабақ ұйымдастырып отырмын. Балалар, сендерге бүгінгі сабаққа сәттілік тілеймін. Бірінші тобымыз компас. Канеки, кім айтады, компас не мағына береді балалар? Адасқанда жол көрсету және де сол бағытты көрсетеді. Өте дұрыс. Бірінші топтың аты сәуле балалар. Кім айтады, сәуле не мағына береді? Күн энергиясы. Күн энергиясы. Бұл қандай энергия? Баламалы. Өте дұрыс балалар. Екінші тобымыз кітап. Кітап тобы. Кітапты кім мағынасын айтып береді екен? Кітап бізге білім береді. Кітап білімнің бұлағы, білімнің шырағы деп Дұрыс айтасыңдар. Енді сендердің топтардың аты мөлдір. Ал кім айтады, мөлдір не мағына береді? Мөлдір мағынасы бұлақ деген. Су энергиясы. Су энергиясы. Ол да қандай энергия балалар? Баламалы энергия. Балалар, біздің бүгінгі сабағымыз, яғни жарыс сабақ. Мынадай бөлімдерден тұрады біздің бүгінгі сабағымыз. Бірінші, миға шабу, жеке жұмыс, яғни жеке бағаланамыз. Материктер, қалалар әдісі бойынша топпен жұмыс болады. Үшінші, сандар сыры, сен маған, мен саған әдісі, яғни жұптық жұмыс. Мемлекеттер сандар сыры, сен маған, мен саған, жұптық жұмыс. Мемлекеттер астаналар, мен білемін әдісі, яғни бұл жеке жұмыс. Ең соңғысы, мен жүйрікпін. Яғни өзін мықты географпын деген оқушылар шығады екен балалар. Бірінші топтың аты сәуле, екінші топтың аты мөлдір. Бірінші топқа сұрақ, бұл жеке жұмыс, білесіңдер. Топпен де жауап бере берсеңдер болады. Кеттік балалар, бірінші. Неше материк бар? 6 материк. Қандай? Евразия, Оңтүстік Америка, Солтүстік Америка, Африка, Австралия және Антарктида. Өте дұрыс. Екінші, Солтүстік Америкада ең ірі сахрама. Ниагара. Дұрыс айтасыңдар. Еуразияның батыс шеткі нүктесі. Рока. Корей түбегіндегі мемлекеттер. Оңтүстік Корея, Солтүстік Корея. Дұрыс. Европа мен Азияны бөліп тұрған бұғаз. Африкада Дұрыс. Гибралтар. Гибралтар бұғазы. Үндістан мемлекеті қандай түбекте орналасқан? Үнді. Түсті теңіздерді атаңдар. Ақ, қызыл, қара, сары. Дұрыс айтасыңдар. Алғаш рет 10 штатқа президент Вашингтон. Антарктида материгін ашқан ғалымдар кімдер? Жапонияның басқару формасы. Дұрыс. Ең көне эралар. Яғни Кратеросой. Өте дұрыс балалар. Бірінші топ. Келесі ары қарай. Дүние жүзінде неше федерациялық мемлекеттер бар? Дүние жүзі бойынша. Қанша еді, естеріңе түсіріңдер. Екінші топ айта алмай қалған жағдайда көмектесуге болады. Дүние жүзінде неше федерациялық мемлекет бар? Дүние жүзінде 20-дан аса федерациялық мемлекеттер бар ма екен? Неше дүние бөлігі бар? 6. Қандай? Тек Евразия 2 бөлініп кетеді да, 2 Америка қосылады. Америка деп аталады.
Сонда қалай айтады? Америка, Европа, Азия, Африка, Австралия және Антарктида. Дұрыс айтасың. Гвиана мемлекеті қай мемлекеттің иелігінде? Австралияның солтүстік шеткі мүйісі. Солтүстік мүйісі Австралияның. Топпен ақылдасуға болады балалар. Солтүстік шеткі нүктесі Австралия. Екінші топ көмектесуге болады. Қанеки балалар? Ең солтүстік шеткі мүйісі. Йорк мүйісі, дұрыс айтады. Жер экваторының ұзындығы 40 000 километр. Дұрыс балалар. Сендерге 16 сұрақтың 15-іне жауап беріңдер балалар. 15 жетон беріледі. Бір сұрақтың жауабы. Сендерге бір ұпай қосылды балалар. Екінші топтың жұмысы. Сұрақтар қоямыз балалар. Дүние жүзінде неше мұхит бар? Атап өтейік. Тынық мұхиты, Атлант мұхиты, Үнді мұхиты, солтүстік мұхиты. Жарайсыздар. 270 градус. 90 градус шығыс. Солтүстік Американың оңтүстік шеткі нүктесі. Солтүстік Американың оңтүстік шеткі нүктесі. Мерчисор, дұрыс айтасың. Палеозой дәуірлерін ата. Кембрий, Ордовик, Девон. Ағда? Дұрыс айтасың. Атлант мұхиты мен Тынық мұхитын бөліп тұрған бұғаз. Скандинавия түбегіндегі мемлекеттер. Швеция, Норвегия, Финляндия. Өте дұрыс. Экваторды екі рет кесіп глобус ташқан ғалым. Ұлы герцогты басқаратын ел. Ұлыбритания. Ұлы герцогты. Қай ел еді балалар? Люксембург. Бір балл қосылады. Монархиялық мемлекеттер басқару формасына қарай неше мемлекеттер? Теократия, конституциялық және абсолютті. Өте дұрыс. Жер бетіндегі ескі таулар. Орал таулары. Келесі ары қарай. Апеннин түбегіндегі Италия, Ватикан. Гринвич меридианы. Дүниесін айналып өткен. ақш-тың 50-ші штаты. Гавай аралдары. Қай мұхитта? Тынық? Мезозой дәуірлерін атайық. Жарайсыңдар. Балалар, сендерге 16 сұрақтың 14-не жауап беріңдер. 2 сұрақты жауабын бірінші топ айтты балалар. Келесі материктер балалар. Материктер бойынша коллаж әдісін пайдаланамыз. Алдыларында жатқан, міне балалар, алдыларында мен материктерді алдыларына қойдым. Осы материкке тән нысандарды қоямыз, осыған қорғаймыз осыны. Түсінікті ғой балалар. Сендерде балалар. Міне материктер қойылды алдыларына. Осы материкке тән нысандарды қоямыз. Керек емесін алып тастаймыз. Сұрақтарға жауап береміз. 3 минуттық уақыт беріледі балалар. Латин Америка. Артық нысандарды алып тастаймыз балалар. Қолына не ұстасаңыз
Африка емес пе? Бразилия мында. Аргентина Африка. Жоқ, ол неге солтүстік Аргентина Африка. мен антуан макинеде Тауы. Чили соның қасы емес пе? иә мен қойын байында осындай жерге барады короче Россияда ол не бізде емес ол жоқ ол бізде Африкада емес па Африкада оман Ямстын Оренбургка сабалмаса. иә мен қызыл бар Таймыр деген не ғой? Таймыр күрегі. Аргентинаның Бразилияның жерлері Біріне аяқ жағына қарай Үні айттың ғой қасыға кетсе. Al ballar, қай топ дайын? Сәуле тобы дайын. Кәнеки балар? Өзім сұлу дайын ба? Дайын. Ал кәнеки, бірінші топтан бастаймыз ба? Ал кәнеки. Кімге жақсыма әдісі? Жақсысы соның барлығы айтамыз балар. бізге түскен Еуразия материгі екен. Еуразия материгі осы материктердің ішінде ең үлкен материк болып саналады. Және де осы Еуразия материгінде тұрған мынау Роккамис Еуразияның батыс шеткі мүйісі. Және де Францияның астанасы Париж, Ұлыбританияның Лондон астанасы мемлекеті Ұлыбритания. Және бұл жердегі ең биік шыңы Джамалунга 8848. Араб түбегі. Бұл Араб түбегінде Сауд Арабиясы, Кувейт, Палестина, Сирия, Ирак, тағы да басқа мемлекеттер бар. Және барыс, жолбарыс, бұғы және де арқар деген сияқты жануарлар арктикалық қорықта саябақта орналасқан. Олар Россияның үстінде, солтүстігінде орналасқан. Және де Үндістанның астанасы Нью-Дели, Қорғалжында фламинго құсы қорғалады. Қызыл кітапқа енген сирек құс ретінде саналады. Және де Қандай ұйымға кіреді? ЮНЕСКО Дұрыс айтасыңдар. Сосын Апеннин түбегінде Италия мен Ватикан мемлекеттері кіреді. Және Чилийский мүйісі, солтүстік мүйісі Еуразия материгі. Қандай шығанақтары бар еді? Қандай шығанақтары бар? Бискай айтасыңдар, Бискай шығанағы бар. Жапонияның астанасы Токио. ол Токио Хонсю аралында орналасқан қала болып саналады. Және
Жапония жалғыз империалды мемлекет болып саналады. Дұрыс айтасың. Лондон арқылы қандай сызық өтеді? Гринвич меридианы. Меридиан. Иә. Хан тәңірі. Хан тәңірі Қазақстандағы ең биік Қанша биіктігі? 6695. 6995. 6995. Дұрыс айтасыңдар. Ватикан қандай мемлекет? Бұл Ең кішкентай мемлекет. Италия мемлекетіне кіріп тұрады. Ергежейлі мемлекет деп атайды. Басқару формасы не? Монархия. Қандай монархия? Абсолютті монархия. Және оның ауданы 0,44. Абсолюттік монархия қандай монархия бұл? Теократты. Теократтық монархия. Өте дұрыс. Балалар сұрақ бар ма? Бірінші топ. Евразияда орналасқан бір ұлтты мемлекет. Еуразияда орналасқан бір ұлт. Жапония. Дұрыс па? Өте дұрыс. Жаңа араб тілін айтып кетті балалар. Араб тілінде қандай мемлекеттер бар? Тәчей айтайын мен өзі. Қандай Сауд Арабиясы бар, Кувейт бар, Оман бар, Палестина бар, Сирия бар, Ирак бар. Иран. Иә. Кәнекей, Сирия сол араб түбегі. кәнекей, қатесін жөндей. Жөндей ғой. Сирия Қате- Сирия жоқ дейді. Сирия кірмейді. Тағы да. Сауд Арабиясы. Палестина кірмейді. Тағы да. Болды қалай кіреді. Ең Иран, Ирак бар ішінде. Йемен бар деп отыр. Дұрыс айтады. Және де Жапонияда халық саны тығыз орналасқандықтан ол жерге туристер кіргенімен ол жерде көп уақытта қалуына рұқсат етілмейді. Міндетті Каспий теңізі осы Еуразиядағы ең үлкен теңіз. Дұрыс айтасыңдар. Каспий теңізі жағалауында неше мемлекет бар? 5 мемлекет бар. 5 мемлекет бар екен. Тағы не айтасыз Қазақстан, балалар? Орал тауы туралы Қазақстан айтамыз. Орал тауы ең көне ежелгі тау болып саналады. Және ол Еуразияның әсерінен мүлік қалған тау болып саналады. Дұрыс. Сыртқы күштердің әсерінен экзогендік. Дұрыс айтасыңдар. Тағы балалар. Минус 403 деп тұр ғой, сол өлі теңіз қай мемлекетте орналасқан? Дұрыс айтамыз. Қай жерде орналасқан? Қай мемлекетте? Өлі теңізі. Дұрыс айтты ма? Дұрыс айтты ма? Израиль, Иордания. Дұрыс айтады. Израиль мемлекетінде екен. Иерусалим. Білесіздер ғой балалар? Кеттік Байкал көлі туралы айта қойыңдаршы. Байкал ең терең көл. Терең көл. Ол қай мемлекетте? Россияда. Ресейде екен. Дұрыс. Балалар сұрақ бар ма тағы? Болды, онда қошеметтеп отырыңыз. Кеттік балалар. Бірінші топ. Сәуле тобы. Келе қойыңдар. Кімге жабысыр ма? Жабыстырыпты балалар. Сол оқушылар айтады. Ал айта қойыңдар. Бізге берілген Латын Америкасы, бірақ ең бірінші екі Американды айтып өтсек деп едік. Ол солтүстік Америкада ең алғаш рет 10 штатқа басшы болған, ол Джордж Вашингтон. Және сол солтүстік Америкада орналасқан Кордильера тауы, бірақ оның жалғасы оңтүстік Америкаға кіріп кетеді, анықтауы. Солтүстік Америкада орналасқан Апалачи тауы, онда Флинт-Маунт үңгірі бар, 530 тереңдігі. Келесі бізде берілген Латын Америкасы, бұл Венесуэла, Гвиана, ол осы жақтағы мемлекеттер, және Бразилия, Аргентина, оңтүстігінде Уругвай, Парагвай мемлекеттері бар. Және осы Латын Америкасында Оренока, Пуапа және Маракайбо атты өзендер бар. Көлдер бар. Дұрыс айтасың. Маракайбо туралы айта қойшы. Маракайбо көлі. Осы Латын Америкасындағы көл. Кәнекей балалар. Екінші топ. Тәте, Пуапа және осы жалпы үш айтылған көлдер қалып көлдерге жатады. Тағы да алып қосарларың бар ма? Ниагара солтүстік Америкадағы сарқырама. Аляска солтүстік Америка жерінде орналасқан. Және де кезінде Аляска Ресейдің қол астында болған. Бірақ содан кейін американдықтар оларды соның жерін сатып алған. Латын Америкасында орналасқан Анды тауы, биік шыңы Аконкагуа, биіктігі 6960. Осы екі Американы негізінде солтүстік Американы ашқан Кристофер Колумб саналады. Себебі 1492 жылы ол кісі шатасып үндістер деп атап кеткен соларды. Индия деп. Дұрыс айтасың. Индияны ашам деп. Бірақ 1499 және 1503 жылдары Америка Веспуччи
сол солтүстік Америкасын ашқаны үшін Америка атауы берілген болатын. Ол қандай дүние деп айтты бұл жерде? Жаңа дүние бөлігі. Дұрыс айтасыңдар. Кеттік, Сантьяго туралы айта ғой. Сантьяго Чилидің астанасы, Анды тауы осы Чили мемлекетінде орналасқан. Анды тауы туралы айта ғой. Мысты тауы болып есептеледі. Кампус, Лианос және Сельвас деп аталатын ерекше терминдер бар. Кампус ол Бразилия саваннасы, Сельвас қалың орман, ал Лианос ол Ориноко саваннасы. Және де бұл атаулар басқа мәселелерде мүлдем кездеспейді, тек осы Латын Америкасына ғана тән. Және де Латын Америкасында ең үлкен үштік ел бар: Мексика, Аргентина, Бразилия. Және де аумағы жағынан да басқа мемлекеттерге қарағанда ең қуатты мемлекеттердің бірі болып табылады. Өте дұрыс айтасыңдар. Сұрақ бар ма? Екінші топқа. Ал қоямыз. Оңтүстік Америкадағы ОПЕК-ке мүше ел. Оңтүстік Америкада дұрыс айтады. Өте дұрыс сұрақ қойып отыр. ОПЕК-ке мүше қай мемлекет еді? Мұнай шығарады. Бразилия кіреді. Кәнекей балалар дұрыс па? Бұрыс па? Айтып отырыңдар. Бразилияның өзі демеймін, Бразилияның қасында екі арал бар, аралдары бар, сол жақта мұнай өндіреді. Айтып отқан Венесуэла кіреді. дұрыс айтасың. Негізі сен айтып отқанында дұрыс, Назерке, бірақ олар ОПЕК-ке мүше емес. Ал енді қазір ОПЕК-ке мүше. Бірақ та олар өзінің мемлекетінде ғана қолданады. Дұрыс айтасыңдар. Венесуэла. Дұрыс айтты ма? Анды тауы қалай пайда болды? Қай мұхиттың астында қалай пайда болды? Ол Тынық мұхитының жанында қатты мөлшерден пайда болған. Дұрыс айтады. Анды тауындағы аралық үстірт. Аралық үстірт? Латын Америкасындағы Анды тауындағы аралық үстірт. Үстірт. Естеріңе түсіріңдер. Кәнекей тез. Пуна. Ал өздерің айта қойыңдар. Пуна үстірті. Пуна үстірті. Дұрыс. Келесі сұрақ бар ма? Оңтүстік Америкадағы парламенттік мемлекет. Ал Оңтүстік Америкадағы парламенттік мемлекет. Оңтүстік Америкада парламенттік мемлекет. Кәнекей балалар. Қай мемлекет еді? Чили емес. Бар ма жауап? Жоқ. Ал Дильназ. Гайана, Суринам. Дұрыс айтады. Үстірттің саны осы оңтүстік Америкасының қай мемлекеттерінде сақталған үстер? Мексика мен Мексиканың қасындағы аралдары. Аралдағы мемлекеттер бар ма? Аборигендер еді. Перуде, Боливияда, Эквадорда. Эквадорда. Өте дұрыс. Тағы сұрақ бар ма балалар? Мұхитқа шыға алмайтын елдер. Дұрыс айтады. Мұхитқа шыға алмайтын мемлекеттер. Боливия. Дұрыс айтады балалар. Тыңдайық балалар сұрағымызды. Боливия және Парагвай дейді. Дұрыс па? Келісесіздер ғой? Сұрақ бар ма? Бар. Қандай? Оңтүстік Америка климатына күшті әсер ететін қай мұхит? Оңтүстік Американың қай мұхит күшті әсер етеді дейді. Екі мұхиттың тура қасында тұрғаннан кейін Атлант мұхиты. Көптеген мемлекеттер соны шетін қоршап. Атлант мұхиты. Сұрақ бар ма? Так қойып па, оңтүстік Американың ең биік нүктесі. Қазір ғана айтып кетті. Аконкагуа дейді. Шағалық шөлісі осы оңтүстік Американың. Жағалық Шағалық шөлісі. жауап береміз өзіміз. Кактустың отауы қай ел? Кактустың отаны қай ел дейді? Мексика. Дұрыс па жауап? Өте дұрыс балалар. Қошеметтеп шығарып салайық. Міне балалар. Бүгінгі екінші бөлім бойынша материктерді коллаж әдісімен мен есептеп отырмын балалар. Екі топта жеңіске жетті. Біріміздің білмегенімізді екінші топ толықтырып отырды. Келісесіңдер ма? Ал кәнекей бір-бірімізді қошеметтеп қойып қойды. Өте дұрыс. Келесі. Келесі біздің бөліміміз сандар сыры. Сен маған, мен саған. Яғни бұл жерде жүптық жұмыс. Жүптық жұмыс дегеніміз балалар, жанымыздағы бір-бірімізге айтып отырамыз балалар, бір-бірімізбен. Бір-бірімізбен ерасын айтамыз Гүлзат, бір-бірімізбен жүктасып отырып, ақылдасып отырып айтамыз. Балалар, сендер де солай. Бір-бірімізбен ақылдасып олайық. 1 минут ақылдасамыз, кәнекей.
Дайынбыз ба? Сәуле тобы дайын. Дайын. Ал кәнеки балалар. Сұрақ қойып отырады. 8848 метр. Гималай тауының Өте дұрыс. 6995. Хантан дұрыс. 1620. 1054. Оренбург өзеніндегі алтын сарқамасын Өте дұрыс. Минус 132 метр. 403 метр. Минус 403 Дұрыс айтасыңдар. Минус 133 метр. Қатта. Дұрыс айтасыңдар. Минус 154 айттық да бала? 510 миллион квадрат километр. Жалпы аудан екен. 361 миллион квадрат километр. 1519-1520 Дұрыс айтасыңдар. 178 миллион квадрат километр көлемі. Тынық мұхитының ауданы. Дұрыс айтасыңдар. Жарайсыңдар. Келесі екінші топ балалар. 1991, 16-12. Жарайсыңдар. 8742 метр. Пуэрто-Рико. 5527 метр. Солтүстік мұзды мұхиттың тереңдігі. Өте дұрыс. 11 километр. Әрбір меридианның аралығы 111 километр. 180 градус. 24 сағат. Бір тәуліге? 2900 километр. Өте дұрыс. 11022 метр. Тереңдігі 360 градус. Тау шеңбері. 1 миллиард 400 мың. Дұрыс айтасыңдар балалар. Бір-бірімізді қошеметтеп қойып балалар. Өте дұрыс. Келесі балалар. Мемлекеттер, астаналар. Мен білемін әдісі. Бұл жерде жеке жұмыс. Біліп отырмыз, иә балалар? Мемлекеттерді айтамыз, бірде картадан көрсетеміз балалар. Ал қанеки. Бірінші топқа ойын, бірінші топтың оқушылар жауап берсін. Ал қанеки балалар. Бірінші топқа Қазақстан, Украина. Қанеки тақтадан көрсетемейік картадан балалар. Қазақстан, Нұрсұлтан, ары қарай кетті. Украина, Венесуэла, ақш, Азербайжан, Грузия, Ұлыбритания, Канада, Бразилия. Жарайсыңдар, отырамын. Келесі телефон. Аргентина, Уругвай, Швеция, Италия, Рим, Израиль, Иерусалим, Индонезия, Джакарта. Дұрыс айтасыңдар. Келесі қарай балалар. Суринам. Келіп кім көрсетеді екен балалар? Суринам, Гвиана. Суринам. Дұрыс айтасың. Гвиана. Гаяна. Келесі балалар. Катар. Дұрыс. Біріккен Араб Әмірлігі. Абу-Даби. Дұрыс. Жаңа Зеландия. Міне Австрияның астында былай. Дұрыс. Кения. Найроби. Чад. Джамена. Дұрыс айтасың. Танзания. Додома.
Додома. Аха, дұрыс. Көрсетті Танзания. Қалай? Дұрыс. Монголия. Ол лабаты. Советке келуге болады, балалар. Таптық па? Эстонияның астанасы. Кувейт. Кувейт. Эл Кувейт. Эл Кувейт. Міне Ирак пен Сауд Арабиясының. Кувейт, дұрыс айтасыңдар. Эль Кувейт. Грекия. Афины. Афины. Сызғышпен көрсетіңдер. Грекия қайда? Дұрыс айтасыңдар. Енді Чили. Чили. Чили Сантьяго. Дұрыс балалар, отыра қойыңдар. Келесі балалар. Мемлекеттер астаналарды кішкене қайталауымыз керек екен, балалар? Екі топқа да. Бүгінгі сабағымызда, жарыс сабағымызға ат салысыңдар. Сендерге балалар сәттілік тілеймін. Білмеген сұрақтарымызды қайталаймыз деген. Бүгінгі сабаққа қатысқандарға үлкен рахмет. Екі топ жеңіске жетті. Яғни бұл жерде достық жеңді. Ал кәнекей өз-өзімізді қошеметтейміз. Рахмет сендерге, бүгін барлықтарыңа да. Бүгінгі сабақта балалар, нені білдіңдер? Өздерің көңіл күйлері қалай болды? Қоржындармен не салдыңдар? Нені оқуымыз керек екенін білдік, балалар? Енді бүгінгі сабақта түсінбедім, аздап түсіндім, жақсы түсіндім, менің көңіл күйім. Кәнекей сол жерге өзіміздің көңіл күйімізді білдіреміз, балалар. Кәнекей, бүгінгі сабақтың қорытындысы бойынша рефлексия жасаймыз. Мен бүгінгі сабақты түсіндім, аздап түсіндім, түсінбедім. Мені көңіл күйім бүгін қандай болды? Көреміз. Мен бүгінгі сабақты жақсы түсіндім дейді. Менің көңіл күйім керемет дейді. Ал балалар, бүгінгі сабаққа қатысқандарына рахмет.